Сәлеметсіздер ме достар? Енді бүгін екінші сабақта біз кейіннен төлемді қарастырамыз. Кейіннен төлем болғандықтан сатып алушылардан, яғни сатып алған жағдайда және сатқан жағдайда. Кейіннен төлем болған жағдайда біз алдыңғы есепті өзгертеміз. Кейіннен төлемде ешқандай аванс деген сөз болмайды, яғни алдын ала төлем жоқ, алдын ала төлемді өшіріп тастаймыз. Яғни алдын ала төлем болмағандықтан алғашқы операция, яғни орын алмайды, аванстар не берілмейді, не алынбайды. Бұнда да өшіріп тастаймыз. Бізде тек қалатын, және де аванс бұл жерде, яғни жабылмайды. Аванс болмағандықтан аванс та жабылмайды. Қалған есебі осылай қалады. Яғни алған есебі дегеніміз, аванс жоқ дегеніміз, алғашқыда тауар келіп түседі накладной бойынша, немесе алғашқыда тауар сатылады накладной бойынша, содан кейін ғана төлемдер жүргізіледі дегенді білдіреді. Мысалы, кейіннен төлемді қарастыратын болсақ, тауардар сатып алу. Тауар саны 200 дана және бағасы 224 мың теңге. Яғни алғашқыда бізде тауар келіп түседі, содан кейін жеткізушілерге қалған төлемес жалпылама қарызын өтейміз. Жеткізушілердің қарызын өтейміз. Жеткізушілердің алдындағы қарыздар. Тауар келіп түскен кезде бізде тауар 13-30 дебетке түседі, жеткізушілердің алдындағы қарыз 33-10 кредитке түседі. Екеуі де бір уақытта көбейеді және 200 дананы көбейтеміз. Алғашқыда қосылған құн салықсыз бағасын анықтап аламыз. 224 мыңды бөлеміз 1,12-ге және көбейтеміз 200 данаға. Бұл жерде 40 миллион бізде қосылған құн салықсыз бағасы болып шықты. Және бізде бұл жерде тауар накладной бойынша бізге келіп түседі. Жеткізушілерден алдын ала төлем жоқ, бірінші тауар түседі. Яғни кейіннен төлем дегеніміз бірінші тауар келеді деген сөз. Накладной бойынша тауар бізге келеді. Тауардың бағасын бөлек көрсетеміз және қосылған құн салығын 14-21, 33-10 деп бөлек көрсетеміз. Бізде қосылған құн салығы неге тең? 224 мыңды шегеріп тастаймыз 200 мыңды, себебі 200 мың бұл тауардың таза қосылған құн салықсыз құны. Қосылған құн салықсыз құны 24 мың бізде қосылған құн салығы. Қосылған құн салықты көбейтеміз біз данасына, 200 данасына көбейтеміз. 200 данаға көбейтеміз. Сонда қосылған құн салығы бізде 4 миллион 800 мыңды құрайды. Так, мына жерде 224 мың алу, 200 мың, 24 мың дұрыс, 4 миллион 800 мың жалпылама құны, сонда 44 мың 800. Сонда мұны тауар келіп түсті. Тауар келіп түскен кезде накладной бойынша қосылған құн салықсыз құнын көрсеттік. Яғни қосылған құн салықсыз құны тең 224 мыңды бөлгенде 1,12-ге 200 мың. Яғни қосылған құн салығы нешеге тең? 224 мыңды аламыз 200 мың. Сонда қосылған құн салығы бізде 24 мың. Мынаны тағы бір сіздерге ескеріп қояйын. Қосылған құн салығы мұны ККС деп жаза беремін. Так, қазақ тілінде емес, орысшаның баламасы. Так, клавиатураны ауыстырмау үшін. Және құны ККС-сіз дей салайын. ККС-сіз құны 200 мың. Сонда бізде кейіннен төлем болса тауар накладной бойынша келіп түседі. Оның бағасын қосылған құн салықсыз бөлек көрсетеміз, қосылған құн салығын бөлек көрсетеміз. Және бұл жерде қосылған құн салығы активті счет, себебі тауар сатып алған кезде біз тауардың бағасында қосылған құн салығымен бірге төлейміз дегенді білдіреді. Енді барлық төлемдерді мұны бірінші және екіншісі 44.800-ді біз жеткізушіге төлейміз. Яғни 33-10 дебетке түседі, 10-30 кредитке түседі. Себебі біз бұл жерде сатып алып жатырмыз, біздің ағымды счеттан ақша азаяды. Жеткізушілердің алдындағы мына қарызы 33-10 кредитте тұр. Мына қарыз 44.800 теңге дебетке түсіп,
біз төлемдерді жүргіземіз. Яғни кейіннен төлемде бізде үш қана операция болады. Тауардың келіп түскені және кәсіпорынның жеткізушіге төлегені болды. Аванс деген мүлдем жоқ бұл жерде. Енді сатылған тауарлар бойынша кейіннен төлем. Кейіннен төлем дегеніміз бұл жерде де аванс жоқ. Тауар алғашқыда сатылады. Сатылған кезде үш операция жүргізіледі. Бірінші операция тауар сатылды, яғни қосылған құн салықсыз көрсетіледі, қосылған құн салығы көрсетіледі және сатылған тауарлардың өзіндік құны. Сатылған тауардың өзіндік құны. Өзіндік құны. Сатылған тауардың өзіндік құны. Өзіндік құны көрсетіледі. Үш операция жүргізіледі накладной бойынша, яғни кейіннен төлемді қабылдау дегеніміз сату бойынша, яғни компания бұл жерде сатушы. Сатқан кезде үш операцияны құрайды. Алғашыда компания накладной жасайды және накладной бойынша тауарды сатады. 12/10 счеты дебет бойынша пайда болады және 60/10 кредит бойынша. Себебі тауар сатқан кезде бізде кіріс пайда болады. Ол кіріс біз үшін дебиторлық берешек, яғни сатып алушыдан келіп түседі. Және кірісті қалай көрсетеміз? 336 мың бұл қосылған құн салықпен құны, бөлеміз 1,12-ге, 300 мың бұл таза қосылған құн салықсыз құны, оны көбейтеміз 300 данаға. 300 данаға, сонда бізде қосылған құн салықсыз құнымыз бізде 90 миллионды құрайды. 90 миллион. Енді екінші қосылған құн салығы бұл жерде 12/10 сатып алушы бізге төлейді. 31/30 кредит бойынша көрсетіледі. Себебі біз сатқан кезде қосылған құн салықты керісінше бізге төлейді сатып алушы. Қосылған құн салықпен бірге. Және сол алған ақшаны біз кәсіпорын жеткізушілер болып табыламыз, біз мемлекетке қарыз болып қаламыз. Және де бұл жерде бөлек, жерде де көрсетіп кетейін. Қосылған құн салықсыз құны 336 мыңды бөлеміз 1,12-ге, 300 мың қосылған құн салықсыз құны. Мына жерге қосылған құн салықсыз құны. Ал қосылған құн салығы бұл жағдайда біз не істейміз? ККС тең 336 мыңнан, мына сомадан 300 мыңды алып тастаймыз. 336 мың минус 300 мың тең 36 мың. Қосылған құн салық бұл жерде 36 мың болып табылады. Енді 36 мың екенін білгендіктен біз мына жерде не істейміз? 300 дананы көбейтеміз 36 мыңға. Себебі қосылған құн салығы бізде 36 мың. Яғни жалпы барлық тауарлар бойынша қосылған құн салығы бізде 10 миллион 800 мың теңгені құрайды. Енді тағы бір операция, тауарлардың өзіндік құны есептен шығарылу керек. Яғни тауарлардың өзіндік құны мына жерде 10 алдындағы есепте есептік бағамен 200 мың деп көрсеткенбіз. Есептік баға 200 мың. Есептік баға 200 мың. Есептік баға дегеніміз бұл орташа құнмен немесе FIFO әдісімен есептелген баға, және де 200 мың деп бұл жерде біз көрсеткенбіз. Алғашқыда бұл берілген мәлімет 200 мың. Сонда біз накладнойды сатқан кезде сатып алушыға бергенде тауарды есептен шығарамыз кредит бойынша және өзіндік құны да көбейеді. Міне өзіндік құны 200 мың, 200 мыңды көбейтеміз 300 данаға. Сонда 60 миллион бұл тауардың өзіндік құны. Сонда тауар сатылған кезде 3 корреспонденция, 3 операция міндетті түрде жүргізіледі. Бұл тауардың қосылған құн салықсыз, яғни қосылған құн салықсыз құны бойынша кіріс көрсетіледі. 12/10 көбейеді сатып алушының қарызы. Екіншіден қосылған құн салығы бөлек көрсетіледі. Бұл жерде қосылған құн салығы
пассивті счет 31/30 мемлекеттің алдындағы қарыз салық бойынша. Себебі бұл жерде бізге төлеп жатыр, біз ақшаны алдық компания ретінде, сатып алушы ретінде, және мемлекетке қайтаруымызға тиіс уақытлы болған кезде. Және үшінші, тауарды өзіндік құн бойынша есептен шығарамыз. Себебі біз тауарды енді мына түскен кіріс, бұл бізде таза кіріс болып табылмайды. Өзіндік құнын шегеру керек. Өзіндік құны шегергенде дебет бойынша 70/10 өзіндік құн, кредит бойынша 13/30 тауар азаяды кредит бойынша, шығыс 70/10 дебет бойынша көбейеді 60 миллион. Және ең соңғы кейіннен төлем жүргізіледі. Кейіннен төлем жүргізген кезде сатып алушылар қарыздарын төлейді. Сатып алушылар берешегін төледі. Қандай берешек? Дебиторлық берешегін төледі. Немесе қарызын деп жазуға да болады. Жазсақ, дебиторлық берешегін өтеді. Дебиторлық берешегін өтеді. Енді бұл жерде мен жартылай орысша жазып жатырмын, себебі клавиатура менде сондай қазақша орысшаға ауыстырып отыру керек. Сондықтан шала қазақша жаздым. Сатып алушылар, біз сатқандықтан сатып алушы бізге барлық қарызын ағымды счетқа түсіреді, кейіннен төлейді. Яғни бірінші тауар кетті, содан кейін төлем жүргізіледі. 10/30 біздің счетымызға ақша түседі. Сатып алушының қарызы мына екі сома азаяды кредит бойынша, және бұл сома нені құрайды? Бұл сома міне 300 дана 336 мыңға көбейтілу керек. Көбейту 336 мың. Яғни 100 миллион 108 миллионды құрайды. 100 миллион 800 мың екен ғой. 100 миллион 800 мың. Сонымен кейіннен төлемнің алдын ала төлемнен айырмашылығы неде? Кейіннен төлемде бізде аванс деген счет мүлдем болмайды. Тек қана алғашқыда тауар кетеді, содан кейін ақысы төленеді, егер де біз сатып жатсақ. Егер сатып алып жатсақ, алғашқыда тауар бізге түседі, содан кейін біз қарызымызды өтейміз жеткізушіге. Сонымен негізгі айырмашылығы кейіннен төлемнің алғашқыда тауар келіп түседі, содан кейін қарыз өтеледі. Немесе алғашқыда тауар сатылады, содан кейін бізге ақысын сатып алушы төлейді. Осы негізгі ерекшелік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.